Елімізде әлі күнге дейін ақпараттық технологиялық бағдарламаларды қорғайтын антивирус жоқ. Сондықтан күн сайын маңызды ақпараттар түрлі вирустық бағдарламалардың шабуылына тап болады. Бұл туралы бүгін мемлекеттік органдардағы ақпараттық қауіпсіздік мәселелері жайлы онлайн семинарда айтылды. Әлемде кәнігі хакерлер күн сайын 5000-ға жуық бағдарламалық вирустарды ғаламтор арқылы таратып отырады екен. Солардың шабуылынан қорғану үшін еліміз әлі күнге дейін шетелдік Касперский, Макафи сияқты антивирустық бағдарламаларды қолданып келеді. Ал отандық IT саласының мамандары бұл вирустарға қарсы тұра алатын қазақстандық бағдарламаны жасау үшін кем дегенде 5 жыл уақыт кететіндігін айтады. Бізде отандық бағдарлама киберқылмысқа қарсы бізде жоқ бүгінгі күні. Ресейдің технологияларын пайдаланамыз және Америка, Европаның технологияларын пайдаланамыз бүгінгі күні. Олардан қалай қорғана аламыз? Қорғану үшін қандай жүйелер жасауымыз керек? Соны біз ойланып, соны ойластыруымыз керек. Біздің ойымызша негізі енді Қазақстанда киберқылмысқа қарсы IT технологияны ақпараттандыруға байланысты ғылым дамығандықтан біздің қазір әлсіздігіміз содан болып тұр.